Баршаңызға ассалаумағалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздердің балалық шақтарыңызды естеріңізге түсіретін небәрі үйдегі бар қарапайым үш қана заттан небәрі 15 минутта дайын болатын өте дәмді шербет дайындайтын боламыз. Жасалу жолы да өте оңай, және де дайындалғаннан кейін міне осылайынан қолмен ғана сындыратын, қатты емес, жұмсақ, өте жеңіл жасалатын шербет дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші түбі қалың ыдысымызға, яғни кастрюлемізге бір банка сгущенкамызды құятын боламыз. Үстіне қантымызды саламыз, және де сары майымызды салатын боламыз. Енді осы үш қоспамызды жақсылап тұрып араластырамыз. Бізде қантымыз толықтай езілгенге дейін араластырып тұрамыз. Осы араластыру барысында бізде оттың қызуы орташа жылдамдықта болу керек. Бұл міндетті. Оттымызды қатты максималды отқа қоймаймыз. Орташа отта араластырамыз, себебі бізде қантымыз күйіп кетуі мүмкін. Бізде шербетіміз қатты болмай және де дұрыс шығу үшін міндетті түрде осы сұйықтығымызды араластырып тұруымыз керек. Бірте біз массамыздың сәл қойылуына бастағандығын көруге болады. Көріп тұрғандарыңыздай, менде түбі мүлдем жабысып жатқан жоқ, себебі мен орташа оттың қызуында дайындап жатырмын. Барлық менде осы шербетті дайындауға 15 минут уақыт кетті. 15 минут бойы осылайдан орташа отта қайнатып, осылай міндетті түрде араластырып тұруларыңыз керек. Араластыру барысында, яғни қайнату барысында бізде осы шербетіміздің түсінің сарғая бастағандығын байқауға болады, және де дайын болуға жақын қалған кезде бізде осылай массамыз қоймалжың және де өзі 1,5 есеге ұлғая түседі. Біз бұл шербетіміздің дайын болғандан қайдан білуге болады? Шет жақ бөліктерін көріп тұрғандарыңыздай, ыдыста шеттері қата бастады. Яғни бұл бізде дайын болды деген сөз. Сонымен қатар осындай суға кішкене ғана тамшы тамызып көреміз, одан кейін қолымыздың көмегімен аламыз. Егер де толықтай жиналып тұрса, онда біздің шербетіміз дайын болды деген сөз. Енді біз оттың қызуынан алып тастаймыз. Формамызға құю керек болады. Мен осындай силикондық формаға астына сары май жағып шербетімізді орналастырып жатырмын. Немесе кез келген формаға пергамент қағазын төсеп, солайынан орналастырсаңыздар болады. Одан кейін міндетті түрде осылайынан тегістеп шығамыз қасықтың немесе лопатканың көмегімен. 1 сағаттай салқындатып аламыз. 1 сағат уақыт өткеннен кейін осылай міне алып шықсаңыздар болады. Формадан өте жеңіл алынады, және де қараңыздар, өте жеңіл сынып жатыр. Өте жұмсақ болып шықты. Бұл шербетті сіздер үлкен кісілерге де және де кішкентай балаларға да ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Небәрі үш ақ заттан тұратын, 15 минутта ғана дайын болатын балалық шақтың дәмі аузымызға келетіндей шербетті міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер видео ұнап жатқан болса, каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.